Рахыммен Аллахым өзін кешіріп, толық намазлардың қатарында болуын нәсіп ет. Жүректерімізді Құран нұрымен, иман нұрымен нұрландырғайсың, я Раббанал Карим. Өзіңнің берген адал ырзық несібелерімен Аллахым біздерді ырзықтандырып, өзіңнің тыйған амалдарыңнан тыйылатын құлдардың қатарында болуын нәсіп ет. Аллахым, әрбір жасап жатқан жұмыстарымызды, кәсіптерімізді берекелі, қайырлы ет. Отбасыларымыздың амандығын, ағайын достарымыздың береке бірлігін бер. Еліміздің еңсесін ислам мен дін мен Аллахым өзің күш қуаттағайсың, я Раббанал Карим. Аллахым, еліміздің тыныштығын, жұртымыздың амандығын бер. Тәрбиелеп отырған ұл-қыздарымызды Аллахым өзіңнен қорқатын, өзіңе иман келтіретін, иманды, ибалы, салихалы ұрпақтардан болуды Алла тағалам өзің нәсіп ет. Қиямет күні пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды баршамызға нәсіп еткейсің, я Раббанал Карим. Аллахым, басына қиындық түсіп жүрген бауырларымыздың Алла тағалам жеңістеріне жеңілдік бергейсің. Қарызға батып жүрген Аллахым, бауыр қандастарымызға Алла тағалам өзің жеңілдігіңді беріп, қарыздан құтылатын жолын іздеуді нәсіп ет, Аллахым. Ауруханаларда Аллахым өзіңнен шифа сұрап жатқандарға Аллахым дерттеріне шифа бер. Әскер, Бейхан, Азалия, Ордабай ұлы Қайролла қажыға, Сағындық қызы Динараға, Алтай ұлы Гүлбек, осы ағаларымыз бен апайларымыздың Алла тағалам дендеріне салып, дерттеріне шифа бер. Шифа беруші де, дертті беруші де Аллахым өзіңсің, өзіңнен мұны жерде білдеп, өзіңе ғана Аллахым жалбарынамыз, өзіңнің хақ жолыңнан адастырып қоймағайсың, я Раббанал Карим. Әрбір тілеген тілектерімізді, дұғаларымызды қабыл еткейсің. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахым қабыл болсын.